Сәлеметсіздер ме? Біздің курсымызға қош келдіңіздер. Мен Балақаева Гүлнар Төлтайқызы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті информатика кафедрасының профессоры. Бірінші лекция кіріспе. Сіздер Python бағдарламау тілі туралы, оның тарихымен және керекті инструменттермен танысасыздар. Тексті оқып тұрған курстың әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 1 Python бағдарламау тілінің негіздері. Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен Python бағдарламау тіліне арналған курсымызды бастаймыз. Бірінші видео лекция кіріспе. Python қуатты және жылдам барлық сфераларда қолданылады. Үйренуге оңай, объектіге бағытталған бағдарламалау тілі. Python құрылымды, функционалды, императивті және аспектілі бағдарланған бірнеше бағдарламалау парадигмаларын қолдайды. Бағдарламалау парадигмасы компьютерлік бағдарламаларды жазу стилін анықтайтын идеялар мен түсініктер жиынтығы. Негізгі архитектуралық ерекшеліктері динамикалық оптимизация, автоматты жадыны басқару, ерекшеліктерді өңдеу механизмі, мультибайланысты есептеулер және жоғарғы деңгейлі деректер құрылымын қолдау болып табылады. Pythonдағы код модульге біріктіруге болатын функциялар мен кластарға бөлінеді. Олар өз кезегінде пакеттерден бірігуі мүмкін. Python бағдарламасының негізгі іске асырушы S-Python интерпретатор. Алдыларыңызда көріп тұрған интерпретатордың суреті. Python артықшылықтары бағдарламалық қамтамасыз ету сапасы, өнімнің өндіру жоғарғы жылдамдығы, көптеген модульдарды қолдану. Тарихы. Python тілінің дамуы 1980 жылдардың соңында Голландияның SVI институтының қызметкері Кудо ван Росман басталды. Тілдің атауы Python атты бауырмен жорғалаушымен ешқандай байланысы жоқ. Автор 70 жылдары танымал британдық комедиялық телешоу құрметіне арнап аталған Monty Python's Flying Circus, летающий цирк Monty Python деген. Дегенмен тілдің атауын көбінесе жыланмен адамдар байланыстырады. Python әзірлеушілерінің маңызды мақсаты оны қызықты ету, оны Monty Python есімінен келгені де көрсетеді. Ал енді орнатуға келетін болсақ, python.org сайтынан біз Python'ды өзін жүктеп алайық. Браузерді ашамыз. python.org сайтына кірейік. Ол сайттан бізге менюдан Donalds Python 3.6.5-ті таңдаймыз. Соңғы жаңа версиясын таңдаймыз. Ол бізде жүктелу басталды. Біз бұл сайттан және де документациясын көре аламыз. Documentation. Бізде жүктеу орнатылып болды. Іске қосайық программамызды. Алдымен біз орнату бастамас бұрын add Python 3.6 топасты міндетті түрде басуымыз қажет. Және де install now'ды басамыз. Осылайша біздің Python'ымыз орнатылу басталды компьютерға. Ал енді документациясына келетін болсақ, Python 3.6.5 documentation tutorial'ды басамыз. Және де ол жерде мазмұннан бізге керекті тақырыпты таңдаймыз. Бұл жерде кез келген деректер типіне, функциялар, әдістер, сөздіктер барлығына арналған ақпараттарды таба аласыздар. Ағылшын тілінде болады. Осы жерден оқып көре аласыздар. Егер түсінбеген жағдайлар болып жатса. Мысалға, номер, сандар, лист, тізімдер осылайша қарауға болады. Ал енді біз jetbrains.com сайтына кірейік. Бағдарламамызды іске асыру үшін бізге керекті инструменттер бар. Мысал ретінде ол PyCharm деген инструмент, ол JetBrains компаниясының өнімі. Біз бұл жерден JavaScript, .NET, Java, PHP, Ruby, C++, Android, көптеген бағдарлама тіліне арналған программалар бар. Бізге қажетті ол PyCharm. Біз оны қазір интернеттен жүктеп аламыз. IntelliJ, PyCharm, TeamCity, PyCharm Education оқуға арналған. Бізге керегі ол PyCharm. Donald'ты басамыз, жүктеу. Бізге екі түрі бар, Professional және Community. Professional ол платный, Community ол бізге тегіні. Professional ол менде PyCharm уже орнатылып қойған, өздеріңіз оны орнатып аласыздар керек. Онда үлкен проекттерді жасаған кезде қажет болады ол программамыз. Біздің программамыз Python'ымыз орнатылып болды.
was successful. Окейді бастық. Енді біз пускты басамыз. Және де бұл жерден бізге керекті Python папкасын іздейік. Python 3.6.5. Python версиясы 3.6.5 соңғы версиясы болады. Осылайша біз көріп тұрғандай жаңа файл орнатылды, программа орнатылды. Ал енді оның дұрыс жасап тұрған тексеру үшін pusk және r-ді басамыз, smd және де Python деп тереміз. Ол бізге Pythonның версиясын шығарады. Версия 3.6.5. Ал енді оның дұрыс жасап тұрған тексеру үшін біз келесі команданы терейік. Print hello world. Enter. Осылайша біздің бірінші бағдарламамыз іске асырдық. Жабайық, pusk. Ал енді бізде Python мен бірге қажетті инструмент орнатылады, интерпретатор. Ол бізде IDE интерактивті қабықша. Оның түрі осындай болады. Python 3.6.5 shell дейді. Бұл жерде версиясы және де керекті ақпараттар жазылады. Оны тексерейік. Print hello world. Осылайша біздің Python'ымыз дұрыс орнатылып, жұмыс жасап тұр. Келесі, Python бағдарламаушылар Python бағдарламау тілін дайындаған кезде олар белгілі бір философияны ұстанған. Ол философияны тексеру үшін import this командасын теру арқылы біз осы философияны импортировать еттік. Zen of Python деген философия, авторы Тим Питерс. Бұны сіздер өздеріңіз интернеттен іздеп, қарап оқысаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.